Баршаңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін хит болған восточный пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл пирогтың дәмі өте керемет болып шығады, және де үйде бар қолжетімді материалдардан дайындалады. Менің рецептім бойынша жасаңыздар. Бізге керекті ингредиенттер астында описание бөлімінде толықтай жазылып тұр. Сол жерден қараңыздар. Бөлме температурасында тұрған сары майға қант және де жұмыртқаны саламыз. Қолымызбен жақсылап араластырамыз. Май, қант, жұмыртқа бір-бірімен толық араласып кетуі керек. Кейіннен үстіне алдын ала өлшеніп қойған ұн және де қамыр қопсытқышты саламыз. Тағы да араластырып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қолымызға жабыспайтын, жұмсақ болып шығады. Қамырымыз иленгеннен кейін шамамен 10-15 минут бөлме температурасында қалдырып қоямыз. Және де пирогты пісіру үшін бізге 26 диаметрлік форма керек болады. Форманы шамалы майлап аламыз, және де жаңағы дайындап қойған қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Шамамен қалыңдығы 6-8 мм болдырып, кейін формаға орналастырамыз. Шеті теп-тегіс болып кесілуі үшін мен жасағандай оқтаумен шетін қиып алып тастасаңыздар болады. Жер жаңғағын жуып, кептіріп және де ұсақтаймыз. Ең астына төсейміз пирогымыздың. Кейіннен үстіне сары өрік, яғни кураганы да ұсақтап, бөлшектеп турап аламыз. Және де мен қара тәтті мейіз қолдандым. Ерекше дәм беретін болады. Барлығын араластырып, формаға жаңағы қамырдың үстіне орналастырамыз. Кейіннен үстіне қойылтылған сүтті құятын боламыз. Мен осы 3 желанияның қойылтылған сүттін қолданамын, себебі өте дәмді болып шығады. Және де беті күйіп кетпейтін болады. Духовкамызды алдын ала 170 градуста қыздырып қоямыз. Қызып тұрған духовкаға дайын болған пирогымызды саламыз да шамамен 25-30 минутта пісіріп аламыз. Пирогтың піскенін білуіміз үшін қамыр қызарады, және де біздің қойылтылған сүттің беті шамалы қызарып пісетін болады. Бұл пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамы дәруменге бай, өте дәмді болып шығады. Формаға жабыспайды, біз форманы майлағандықтан. Пирогымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай керемет болып шықты. Достар, менің рецептім ұнаған болса, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Ақбота. Келесі видеода кездескенше.